Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алматыда жаяу жүргіншілер жолағында жасөспірімді жедел жәрдем көлігі қақты. Алматыда жол қиылыстарының бірінде жаяу жүргіншілер өтіп бара жатқан кәмелетке толмаған баланы көлік қағып кетті. Жасөспірім балалар ауруханасына жеткізілді деп хабарлайды қалалық полиция департаментіне сілтеме жасаған Казнур-Каза. Алматы полиция департаментінің мәліметінше, жол көлік оқиғасы кеше 7 қазанда сағат 17:20-да Әуезов ауданында болған. Жедел жәрдем жүргізушісі Жандосов көшесімен шығыс бағытта қарсы бағыттағы жолақпен келе жатып, Береговой көшесінің қиылысында оңтүстікке қарай жолды кесіп өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіні қақты, деп түсіндірді полиция департаменті өкілдері. Оқиға салдарынан 2009 жылы туған жасөспірім балалар ауруханасына жеткізілді. Оқиғаның мән-жайын Әуезов аудандық полиция бөлімдегілер анықтап жатыр. Ал желіде оқиға орнында куәгерлер түсірген видеолар жарияланып жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.